Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасына сәйкес көп пәтерлі тұрғын үйлерді жөндеу жұмысы республиканың бірқатар аймақтарында заңсыз жүргізілген. Бұл туралы бүгін құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы істері агенттігінің кеңейтілген алқа мәжілісінде төраға Серік Мөкин мәлім етті. Атап айтқанда Ақмола, Алматы, Қарағанды, Қызылорда мен Маңғыстау облыстарында жергілікті әкімдіктер тұрғындар мен мердігерлермен шартты рәсімдемей үйлерді жөндеу жұмыстарына кірісіп кеткен. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Серік Ахметов мұндай өрескел қателіктерді жою қажеттігін агенттікке қатаң тапсырды. Внедрение новых механизмов ремонта многоквартирных домов не обошлось без ошибок. Үйлерді жөндеудің жаңа тетіктерін енгізуде қателіктер болды. Жөндеу жұмыстарын ұйымдастыруда енді мұндай кемшіліктерді жібермеуге тиіспіз. Әкімдіктер тұрғындармен бірігіп қана жөндеу жұмыстарын қолға алуы шарт. Сондай-ақ алқа мәжілісінде мемлекет басшысының жолдауда айтқан тапсырмаларын іске асыру жайы талқыланды. Елбасы жалға берілетін тұрғын үй алаңын 1 миллион шаршы метрге жеткізуді тапсырған болатын. Мемлекеттің қарапайым тұрғындарын үймен қамтамасыз етуге Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі де белсенді атсалыспақ. Особенно большой всплеск интереса к нашей системе наблюдается последний год. Қазақстандықтар тұрғын үй құрылыс жинақтау жүйесіне белсенді қатысуы байқалады. 2012 жылы банк сомасы 32,3 миллиард теңгені құрайтын несие бөлуді жоспарлайды. Нәтижесінде үй алу және салу үшін несие беретін қаржы ұйымдарының үлесі 10,4%-ға өседі. Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі ел тұрғындарының үй мәселесін шешетін негізгі құралы болып қалыптасуын көздейді.